Давай. Амир Капитал платформасы бізге екі накопительный счетта, стабильный счетта біз Амир Капиталға ақшамызды көбейте аламыз. Қазіргі сіздің салып отырған ақшаңыз именно накопительный счетқа салып отырсыз. Накопительный счетқа. Міне, бірінші ақша кошелекқа түседі. Кошелек міне көрініп тұр, жанып тұр кошелек деген. Кошелекта сіз биткоинді, эфириумды және тезер деген 3 криптовалютаны сақтай аласыз. Бұл кошелек вообще цифровой кошелекқа жатады. Басқа блокчейн кошелектермен айырмашылығы, бұл кошелектің біздің әрбір кіргізген шығарған биткоинімізға, эфириумызға ешқандай комиссия ұстамайды екен. Бұны өзім жақында білдім, ұстамайтын. Бұрын басқа кошелек пайдаланатын едім, мен. Осы просто басқа биржаға, осы тизерға ақша шығара отырып, пайдаланғаннан кейін бұның процентсіз жұмыс жасайтын көзім жетті да, қазіргі таңда вообще қарапайым халыққа осы криптовалюта, биткоинда, эфириумда, тизерда табыс табатын керемет мүмкіндікті бізге как раз осы Амир Капитал береді. Бұл жерге салған ақшаңызға сіз кошелекта ұстағаныңыз үшін, кошелекта ақшаңыз салып қойып ұстап отырсыз. Айына 0,8% долларда сізге ақша төлеп отырады. Именно тизерда ұстап отырсаңыз. Егер эфириумда ұстап отырсаңыз, 0,5% долларда сізге табыс беріп отырады. Одан кейін биткоин криптовалютасында ұстап отырған болсаңыз, сізге айына 0,3% тоже долларда табыс беріп отырады. Енді Амир Капитал платформасы бізге накопительный счетты ұсынып отыр. Бұл жерде мысалы жинақтаушы счет деп айтамыз қазақшаға аударғанда. Мысалы сіз банкке алып саласыз ғой ақшаңыз жинақтап. Бұл жерде сізде тура сол сияқты жаңағы накопительный счетқа салып жинақтап отырасыз. Бұның бір айырмашылығы определенный уақытқа салынбайды. Қалаған кезіңізде ала бересіз. Накопительный счеттан, например, ақшаңызды алғыңыз келіп қалды, қалаған уақытта ала бересіз. Ең бастысы регламент накопительный счеттан өзіңіздің кошелегіңізге түсу регламенті 1 апта. Табыс әр аптаның понедельнигінде беріп отырады. Биткоинда, эфириумда, сосын USDT тизерда беріп отырады. USDT тизер деген $1 тең. Бұл доллар мен эфириум криптовалютасының арасындағы смарт контракт. Бұл да криптовалюта. Оны қандай екенін мен сіздерге көрсету үшін, міне, CoinMarketCap деген сайтты ашып көрсетіп жатырмын. Биткоин қазіргі таңда $56,000 болып тұр. 56,750, почти $57,000. Уақытында осы биткоинді біреулер, мысалы, мен білетін кезінде $1,978 еді. Бұл биткоин сіздің кошелегіңізде тұрып өсе береді. Сізге өсе беретін кошелегіңізде тұрып табыс келтіреді. Ал сіз бұл биткоинді кошелекте емес, эфириум екеуін Амир Капиталдың накопительныйына сала отырып, аптасына накопительный жаңағы счетыңызға аптасына биткоинда, эфириумды табыс тауып отырады. Мен сіздерге көрсетіп отырмын, эфириумнан қандай қымбат екен, $2,915. Болашақта вообще бұл биткоинда, эфириумда бізге үлкен табыс алып келеді деп жатыр, өседі деп жатыр. Құны себебі енді бұлардың бәрі эра новых денег деп айтамыз ғой, жаңа ақшаның эрасына келе жатырмыз. Қағаз ақша обороттан кетіп, бізге келесі өзіміздің күнделікті пайдаланатын ақшамыз осындай биткоин мен эфириум болайын деп жатыр. Бұл ең алғашқы топ криптовалюталарға жатады. Енді эфириум мен биткоин мүлдем жоғалып кетпейді. Наоборот, бізге үлкен табыс алып келеді осы жаңағы биткоин мен эфириум. Қосымша үшінші монета, криптовалюта, ол USDT тезер криптовалютасы. Бұл $1 тең. Бұл өспейді, түспейді, осы $1 ар жақ бер жағында тұрады, постоянно. Себебі бұл смарт контракт. Қайттан қайталап айтайын, Ал накопительный бізге Амир Капитал именно осы 3 криптовалютада аптасына сізге табыс келтіріп тұрады. Сіз бүгін бірінші күн салдыңыз, мен эфириумды, 94-94. Сізге прям счастливая цифра вышла сізден. Сізге келесі аптадан бастап мына жеріңізге әр аптаның понедельник күні сайын сізге табыс келтіріп тұрады. Мына жерде табыс түсіп отырады, ашып қарап отырсаңыз болады. Одан кейін бұл жерде стабильный деген счет бар. Стабильный счет деген сөз, ол, например, мысалы, мен қазір сізге приблизительно көрсетейін. Стабильный счет, мысалы, мына жерге өзіңіз, например, мен бір баланың атын атап ашып қойдыңыз деп айтайық. Мысалы, бір балаңызды аштыңыз. Или капитал деп ашасыз, мен капитал деп жаза салайын. Мысалы, біз бұрын банкте ақша салған кезде 8 жылға, 10 жылға ақшаны жинайтын ек қой. Әлі де жинаймыз ғой негізі. Бірақ жылдан жылға сіздің ақшаңыз
мен ашайын. Капитал. Сіздің ақшаңыз банкте теңгеде тұрады, біріншіден, екіншіден құнсызданып кетеді. Мына жерде ең азы стабильный счетты 150 долларға ашуға болады. 8 жылға сумма депозита, ой, 10 мыңға дейін депозит ашуға болады екен ғой, мен басып едім, 10 мың болып кетіп баратыр. 150 доллар дей салайық. Срок инвестиций 6 айдан бастап 8 жыл 96 айға дейін ашуға болады. Капитализациямен қосқанда, мысалы, сіздің 150 долларыңыз, бір рет 150 доллар салдыңыз болды, басқа ақша салған жоқсыз. 8 жылға салып тастадыңыз 150 долларды. Сізге 8 жылдың ішінде ақшаңыз 40.313 доллар болып келеді сізге. Тизер монетасында келеді, криптовалютасында, на самом деле ол долларға тең ғой. Осылай бар жоғы 150 мың долларыңызды 8 жылдың көлемінде сіз 40.313 теңгеге, енді бұл ертең өзіңіздің ұрпағыңызға бере салғанға жақсы да, ертең бала шағаңызға. Осылай сізге график ашылады. Сосын мысалы, бүгін аштыңыз ба сіз? Бүгіннен бастап, келесі айдан бастап сізге табыс түсе бастайды кабинетіңізге. Ақшаңызға 150 долларыңыз үстіне 9 қосылады, келесі айда оның үстіне қосылады. С учетом реинвеста дейді, с учетом капитализации. Мына кнопканы басып қойдық біз. Түскен пайданың үстіне пайда түсе берсін. Табыстың үстіне табыс дегенді білдіреді. Осылай өзіңіздің ақшаңызды көбейтетін мүмкіндігіңіз бар. Амир Капитал вообще негізі болашақта партнер тіркеп те жұмыс жасай аласыз. Өзінің Solar Gift деген платформасы бар. Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда блокчейн платформалар өте көп. Мынау туралы сіздерге болашақта кейін информация берейін. Sunrise программа туралы да, бұл енді партнерский программа ғой. Партнерский программада өзіңіздің депозитіңіз 100 доллар болу керек. Бірінші линиядан 5% көріп отырасыз. Одан кейін ары қарай 250 долларлық депозитпен бірінші линиядан 10% көріп отырасыз, екінші линиядан 4% көріп отырасыз. Одан ары қарай солай өсіп кете береді. Өзіңіздің депозитіңіз 2,5 мың теңге болған кезде 3 линиядан табыс көріп отырасыз. Көрдіңіз ба? Бұның бәрі маркетинг программасы. Маркетинг маған керек емес десеңіз, артыңыздан адам кірсін, кірмесін, накопительный счеттан сізге түсіп отырады. Қазір мен өз кабинетімді көрсетейін, қалай қарап отыратыныңызды. Мысалы, мен аламында қазір өзімнің түсірген ақшамды көрсетемін сізге. Бұл біздің Амир Капитал деген платформа, бізге биткоинді, эфириумды табыс алып кеп тұрған керемет бірегей платформа. Міне мен қазір сізге, мен кабинетіме, кошелегіме кірген шыққан барлық кірген шыққан движениенің барлығы көрініп тұрады. Қазіргі таңда биткоинде 126 доллар бар менде, эфириумда тоже 126 доллар бар екен, USDT-да 50 доллар салып қойғам. Тимеймін бұларға, аптасына осылай түсіп отырады сатошиктан мағанша. Партнер кіргізсем, оның табысынан түсіп тұрады. Начисление түсіп тұрады, мен 0,19. Мынау именно USDT-да көрсетіп жатыр да маған. Мысалы, мен биткоинді көрсетіп қояйын. Биткоиннан да осылай табыс түсіп отырады. Майда шүйда сатошиктар, сатоши деген биткоиннің тиыны дегенді білдіреді. Міне. Бірінші кезде мен бұған 1 февраль 2020 жылы ақша салғам. Бар жоғы 86 мың ақша салып, одан кейін биткоиннің курсы ноябрь айында 20 мың доллардың үстіне шыққан кезде мен ерте шешіп алып қойыппын. Соның өзінде 800 мың табыс таптым. Ешкімді шақырған жоқпын, тек қана 86 мың салып қойдым, болды теңгеге шаққанда. Биткоинға 100 доллар, эфириумға 100 доллар. Кейін уже сонша табыс тапқаннан кейін, ешкім шақырмай табыс тапқаннан кейін, постепенно Амир Капиталға қазіргі таңда параллельно жұмыс жасап жатырмын. Осылай стабильный счет ашып қойдым. Например, бір баламның атын ашып қойдым. 162 долларды 8 жылға салып қойдым. 43.729 доллар болып келеді. Мысалы, мына 162 долларды қазір алсам, қазір жоқ болып кетеді. Бұл автоматты түрде ақша деген қолға түссе еріп кетеді ғой. Сондықтан оны солай ерітіп жоқ қылып жібермес үшін мен 8 жылға салып тастадым да, енді постепенно тапқан табысымнан, накопительныйдан табамын ғой бұйырса. Тағы да осылай 150 мыңның басын құрайтын болсам, тағы да стабильный счет ашып, тағы да бір балама салып қойсам болады, Құдай қаласа. Осылай табыс тауып отыруға болады. Жаңа Sunrise программды айтпақшы көрсетіп кетейін. Бұл менің партнерский программамен жұмыс жасап жатырмын ғой қазіргі таңда. Осылай партнер тіркеп, мыналар ақша салмаған партнерлар тек қана тіркеліп қойған, бірақ әлі ақша салмаған. Ақша салғандар осылай көрініп тұрады өздері. Олар өз алдына жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Мен өз алдыма жұмыс жасап жатырмын деп айтуға болады. Осылай
табыс таба бересіздер, құрметті бизнес әріптестер. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрағыңыз бар ма, Айнагүл ханым? Мен накопительныйда тұрмын да, сонда каждый понедельник сайын маған начисление болып тұрады, Иә. Оны қай уақытта аламын десем де өзім білем. Содан кейін жаңа стабильный счет ашып қойға болады, бұл балдарыңа деп өтсің де. Иә. Ол минимальный қанша доллардан аспау керек? $150 болу керек, ең азы. Ең азы ма? Бірақ любой суммаға сала беруге болады. Иә, любой суммаға сала бересіз. Негізі Амир Капитал, сіз өзіңіз жинақтаушы, например, болады ғой, бұрын банкке сеніміміз жоғары кезінде біз тапқан таянғанымыз апарып банкке салар едік. Былай істеуге болады бұл жерде, Айнагүл ханым. Например, биткоин мен эфириум волатильный ғой, ол бірден көтеріледі, бірден түсіп кетеді. Мысалы, мен өзім оның түскенінен де көтерілгенінен де қорқпаймын, себебі мен биткоин да эфириумда табысты тауып жатырмын. Ертең болашақта ол өскен кезде маған үлкен табыс алып келеді. Мысалы, бұрын соңды криптовалютамен жұмыс жасамаған адамдар ақшасын тизерға салып қойса болады. Тизер деген, мысалы, сіздің $1 бір тизерға тең. Салған ақшаңыз, мысалы, сізде $10,000 бар деп айтайыншы. Сіз, например, мына биткоинға салсаңыз түсіп кетсе, сіздің $10,000 да түсіп кетеді. Сондықтан қорқатын, енді қорқақтайтын адамдар болса, мына жерге $10,000 салып тастайсыз кошелекқа, сөйтесіз да, оны накопительный счетқа салып тастайсыз. $10,000 болып тұрады бұл. Вообще өзгермейді. Одан қоспаса төмен түспейді бұл никогда. Үстінен түскен проценттер бар ғой, аптасына түсіп отырады. Проценттер мынандай болып түсе бастайды, начислениялар сізге бұйырса, Құдай қаласа. Сол түскен процентті апта сайын емес, хотя бы ай сайын үстінен түскен процентті алып, өзіңіз эфириумға, биткоинға, тек қана мына USDT-дан түскен процентті осылай эфириумға, биткоинға айландырып отырсаңыз болады. Ол үшін сіз USDT-дан түскен процентті шығарасыз ғой, былай переводты басып. Мына жерге жазады, введите сумму деп. Оны жазасыз. Мына жерге суммасын жазасыз. Егер барлық сумма болса, барлық жазасыз. Енді частичный шығарамыз біздің жағдайымызда. Сөйтеміз де перевести дейміз. Бізге мына жерге жазып қойған $500 дейін 48 сағатта шығады дейді. $5,000 дейін 96 сағатта шығады дейді. Ал егер $50,000-дан жоғары болса, онда бір аптада шығады деп жазып қойғанда, накопительный счеттан. На самом деле, регламент где-то бір аптадай болады. Кейбірде сондай болып созылып кетеді, регламент, оған шошымаңыздар. Ең бастысы, бұл жерден накопительный счеттан тапқан табысыңыз өзіңіздің кошелегіңізге келіп түседі. Мынау сіздің кошелегіңіз. Енді кошелегіңізге түскен ақшаны өзіңіз басқа жаңағы валютаға конвертация жасай аласыз. Басқа валюта деген биткоин, эфириум, тезер. Үшеуіне түскен ақшаны бір-біріне осы кошелекте тұрып, биткоинда тұрса ақшаңыз, оны жаңағы тезерге ауыстыра саласыз. Биткоинда тұрса ақшаңыз, оны неге ауыстыра саласыз? Эфириумге ауыстыра саласыз. Осылай ауыстыра бере аласыз. Одан кейін накопительный счетқа аударасыз. Болмасам по номеру телефона, болмасам перевод жасаған кезде өзіңіздің партнерларыңызға солай аударып отыруларыңызға болады. Осындай керемет платформа. Бұл да менің қосымша табысым ғой. Осындай блокчейн платформалардан ғана табыстың көзін көріп тұрмын. Амир Капитал негізі обучение бұл жерде керемет. Жаңағы бұның амбассадорларды күшті, каждый понедельник сайын трейдерлар анализ рынка криптовалют деп, криптовалюта нарығындағы барлық қозғалыстарды, қандай монета түседі, қайсысы көтеріледі, қайсының перспективасы бар, монетаны не үшін алуымыз керек, оны неге аламыз оны біз, астында қандай құндылық жатыр, соның бәрін түсіндіретін енді керемет платформа деп айтуға болады. Бұл жерде 2020-дан бастап отырмын, где-то бір жылдан асып кетті, уже бір жылдан 2-3 ай болды асқанына. Жаман емес, бұлай активно жұмыс жасамасам да, Амир Капитал менің бар жоғы 86,000 теңгемді где-то бір почти что миллионға қосып берді. Бірінші кезде 800,000 алдым, одан кейінгі түскен табысты да алдым, одан кейін жаңағы салған $162 да осының үстінен түскен пайда, осының ішіне. Бұл жерге мен бар жоғы $200 салған уақытында. Сол $200 маған ары қарай тағы да табыс әкеліп жатыр. Көрдіңіз ғой жаңа? Соның бәрі сол $200-дан, одан қанша ақша шығарып та жатырмын. Оның бәрі биткоин мен эфириумның өскен есебінен, плюс еще Амир Капитал платформасы маған аптасына сатошикта табыс беріп отыр. Именно биткоинда, эфириумда. Сондықтан өздеріңіздің ақшаларыңызды
Бұл жерде жаңа накопительный счетқа салам десеңіз де өзіңіз білесіз, стабильный счетқа салам десеңіз де өзіңіз білесіз. Теңгенің бетіне қарап отыра бермей, өздеріңіз шешім қабылдап, тікелей әрекетке көшіп, тапқан ақшаларыңызды, барлық өздеріңіздің табыстарыңызды қорықпай, үрікпей, стабильный счетқа салып тастасаңыз да болады, болмаса накопительный счетқа салып тастасаңыз да болады. Сізге үлкен табыс алып келеді. Керемет платформа.